Фастфуд несімен зиян? Фастфудты пайдаланғанда оның зиянды әсерін не азайтады? Жемістер мен көкөністердің маңыздылығы қандай? Хот-догтар мен бургерлерде артық салмақты жинауға әсер ететін жылдам көмірсулар бар. Жемістер мен көкөністерді тұтыну фастфудтың зиянды әсерін азайтуы мүмкін, бірақ бұл жеткіліксіз. Фри картопында үлкен мөлшерде канцерогендер бар, себебі фритюрде дайындалады. Газдалған сусындарда қанттың мөлшері көп. Ол уақыт өте келе қатерлі ісік пен қант диабетін тудыруы мүмкін. Жемістер мен көкөністердің жеткілікті мөлшермен дұрыс тамақтанып, тәтті газдалған сусындарды қарапайым газдалған сумен алмастырып, сондай-ақ спортпен шұғылданған кезде сіз және сіздің балаларыңыз денсаулықтарыңызды ұзақ уақыт бойы сақтайсыздар. Балаларыңызда сау әдеттерді қазір қалыптастыра бастаңыз.